іздеп шыңға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ орта каналым. Видеоның басымен сіздерден қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылу және видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Және тағы бір айта кететін, менің вокал группам бар. Оны сіздер закрепленный комментарийдан көре аласыздар. Және сіздерді лигамызға шақырамыз. FIFA ойнап жүрсеңіз, біздің лига Алаш орта лигасы. Сол біздің қатарымызға қосылуларыңызға болады. Және де біздің лиганы топ лигалардың қатарына қосуға тырысайық достар. Және де енді бүгінгі видеода жақсы комментариялар шығарып тұратын боламын. Келесі видеомыздан бастап бүгін енді жақсы видеолар осы жерде тұрады. Комментариялар сіздермен, енді сіздерге рахмет, қолдап жатқандарыңызға. Алдағы уақытта көп видеолар шығуға тырысатын боламыз. Енді тағы не айтамыз? Бұл жерде біз Тоттиді, Тотти туралы әңгіме болады. Және де қалай дайындалуымыз керек. Енді Тоттиға көп монета керек емес, бірақ білмеймін. Донат дегенде бұл жерде тек самоцвет или FIFA Points арқылы жүреді. Бізде баяғыда енді қай жылы бір 17-тен бастап бізде тоқталды монета арқылы ашылатын пактарды. Ол кездері көп болды, бірақ қазіргі уақытта өше былай айтқанда событияларда тек энерго сатып аламыз, болды монета. Ойыншы сатып олымен жүретін монета болып бітті қазір. Ешқандай пак ашу монетамен пак аша алмаймыз. Дұрыс пак клейн. Былай айтқанда бүкіл пактардың бәрін тек самоцвет или FIFA Points болса аша алатын боласың. Енді былай кішкене болсын, тек ойыншыларды сатып алу үшін сіздерге бір жақсы топ фильтрларды айтатын боламыз. Енді тағы бір айтатынымыз, біз күткен былай айтқанда Тоттиміз шықпады алдыңғы күндері. Неге? Себебі бұл жерде енді біздердің естіген құлақта енді айып жоқ дейді, бірақ та біздерде енді алдап соқты деуге де болмайды енді. Қалай айтқанда нақты бір уақытын айтпаған деген болады. Енді бір официальный өзінің былай айтқанда FIFA Mobile шығарды. Осы жерде тұрады. Сіздер фотосын көрсетіп қоямын. Және де қашан шығатын уақытын айтты. Бұл келесі апта деді. Келесі апта уже бүгін бізде воскресен, сондықтан да келесі аптаның бірінші күні шығатын деді. Бірақ белгісіз, ол ертең или осы түнде шығуы мүмкін, или келесі түнде шығуы мүмкін понедельниктің. Бұл жерде енді шыққанын қалаймыз, бірақ енді қандай болады? Ол жерде енді без донат ойыншы ала аламыз ба? Ultimate тоттан да или резервистлардан алып, енді резервистлардан алатын шығармыз. Ол 100% деп ойлаймын. Ойыншылар береді, бірақ енді Ultimate тоттардан бір ойыншы беруге тырысу керек. Мысалы, без донат ойнап жатқанда біздерді көру керек деп ойлаймын. Донатерлерге тек донат деп FIFA-да қоймай жатыр, шыны керек. Бұлай болмайды. Тек без донаттар ойнамайды. Бұнда донатерлер ойнайды, без донаттар да ойнайды. Біз сияқты ақша салып ойнамайтындар да бар. Көптеген жандар ойнайды, ақшасын салмайды. Тем более қазіргі уақытта карантин, ойынға ақша салып кішкене не істемейді деп ойлаймын. Сондықтан соңында ойлау керек деймін. E-спорт тыңдаса біз деген. Бірақ та сол кішкене болсын ескерту ретінде айтып жатырмыз. Енді тегін ойыншылар берсе, ол неге составқа алдыңғы жылы да бір читер ойыншылар болу керек. Олардың арасында енді шашетниктер де бар, қорғаушылар, қазақша айтайын, қорғаушылар, және де жартылай қорғаушылар бар, тағы да шабуылшылардан өте керемет ойыншылар шығу керек. Енді алып жатқандар бар, фотолар шығып жатыр. Мен 3 футболшыны көрдім. Серхио Рамос, Де Брюйне және де Криштиану Роналду бар. Бірақ өзінің официальный составын шығарды. E-спорт бұл жерде шығарып қоямын. Сіздермен көрсеңіздер болады. Бұл жерде енді өте жақсы ойыншылар бар. Бұл жерде тек бір футболшының Месси деген футболшымыз жоқ. Өкінішке орай, енді білмеймін, осы жыл қатты бір өнер көрсетеді деп айтпаймын, бірақ та болады. Мбаппемен де келісу өте болады. Бұл жерде шабуыл шебінде жақсы ойыншылар. Айта берсе әңгіме көп. Енді сіздерге тек топ фильтрларды көрсететін болам. Монеталарды қалай жинау керек деген сияқты. Енді бұл жерде рыноктан біз сіздерге тек айтайық. Бұл жерде қолдан жасау емес, автокликер керек. Оны білмейтін жандарды бар шығар деп ойлаймын, бірақ бұл плеймаркеттен автоматически өзі ойыншылар таңдап береді.
соларды сіз алып отырасыз, болды. Бұл жерде рейтингті 60, бұл жерде ценаны 60 мыңға қоямыз, және де рейтингті 80-ден жоғары қоятын боламыз. Бұл жерде ойыншылар шығу керек. Міне 81. Бұл жерде әрі кетсе 89-ға дейін шығады. Бұл жердегі тек Европа лигасы, сондай рейтингті ойыншылар бар. Қазіргі уақытта пайдаланып қолдануыңызға болады, достар. Бұл жерде енді мен қолмен басып отырып, автокликер болса, сіздерге ойыншы тауып береді. Тағы бір келесі фильтріміз. Бұл жерде біз рейтингті 87-ге қоямыз, және де ценаны бұл жерде 70 мыңға көтереміз. 10 мың айырмашылық, сондықтан да көреміз. Бұл жерде ойыншылар шығу керек. Бізге міне көрдіңіздер, 89 Борджо Мореал жақсы рейтинг. Бұларды енді сіздер алып, әрі кетсе сіздер 80 мың или 90 мыңға сатуларыңызға болады. Бұл жерде тек автокликер. Сіз былай отыра берсеңіз, сізден бұрын ойыншыларды қағып кетеді. Былай айтқанда тез алып алады. Сондықтан да автокликер сізге жеңілдеу болады. Сондықтан да соны пайдалана біліңіздер, достар. Достар, келесі фильтріміз. Бұл жерде рейтинг 90 қылатын боламыз. Және де бұл жерде біз программадан өздеріңіз білетіндей Европа лигасы аяқталған еді. Сол жерде біз ойыншыларды аламыз. Өздеріңіз білетіндей Вертонген және де Макс бар, бізден аталатын. Бұл жерде бағаны біз 650 мыңға қоямыз. Бұл жерде ойыншы міне Вертонген бар. Вертонгенді енді тез алып алуыңызға болады. Бұл ойыншыны әрі кетсе 700 мың или былай айтқанда 750 мың. Сіздер бұл жерде пайда сіздерге 150 мың или 200 мың пайда түседі. Сондықтан да тырысыңыздар алуға. Монета керек любой уақытта, достар, сіздер үшін. Достар, келесі бұл жерде біздің фильтріміз. Бұл жерде тағы да 80 рейтингіге қоямыз. Және де бұл жерде программаны өздеріңіз білетіндей знаковый звезды дегенді қоятын боламыз. Бұл жерде бағаны енді ойыншылардың арасында бұл жерде 70 мыңға қою керек. Және де қараймыз, ойыншылар болады бұл жерде. Міне көрдіңіздер, 85 плюс міне 28 мыңға сатылып жатыр, достар, қараңыздар. Енді бұны сіздер 60-70 мың или сондай баға сатсаңыздар, сіздерге 50 мың былай айтқанда сіздерге түседі. 50-60-70 мыңды түсіп кетуі мүмкін. Бұларды енді автокликер арқылы алуларыңызға болады. Міне обновитті тек басып қоясыздар. Енді бұл жерде тек біздер қазір шықпай жатыр. Бұдан да плюс ойыншыларды 86-ларды ұстауларыңызға болады. Сондықтан да тырысыңыздар, достар. Сіздерге арналған фильтр тиімді фильтрлардың бірі енді. Осылай, достар, сіздерге кішігірім фильтр ұнап жатса, келесі видеоларды күтемін десеңіздер, комментария жазып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз керек. Алдағы уақытта Тотти шығады, оған да бір обзор жасаймыз. Достар, енді достарыңыз болып жатса, таратыңыздар, барынша қолдау көрсетейік. Дамуымызға бір қолдау көрсетсеңіздер, сіздерден бір рахмет болар еді. Сіздерге деген рахметім болар еді. Ал, достар, сіздерге видео ұнаса, лайкпен қолдап, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.